Мақта қыз бен мысық ертегісі. Ертеде қазақтың бір жайлы ауылында сүйкімді мақта қыз бен оның мысығы өмір сүріпті. Бір күні мақта қыз үйін жинап жүріп иіс тауып алады. Қуанып кетіп дереу мысығын шақырады. Ал мысық болса, пештің үстінде ұйқысын қимай басын көтеріп, қайтадан жатып қалады. Содан мақта қыз мейізді өзі жеп қояды. Біраз уақыттан соң мысық оянып келеді. Мақта қыз неге шақырғанын айтпай қояды. Мысық ренжіп қыздың айранын төгіп тастайды. Ашуланған мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық жылап, құйрығымды берші дейді. Мақта қыз, айранымды қайтарсаң беремін дейді. Содан мысық айран іздеп сиырға барады, сиыр жапырақ сұрайды. Ағашқа барады, ағаш су сұрайды. Өзен жағасындағы қыздарға барады, олар сағыз сұрайды. Дүкеншіге барады, ол жұмыртқа сұрайды. Тауыққа барады, тауықтары сұрайды. Содан келе жатып тышқанды көріп ұстап алады. Тышқан айтады, маған тимеші, менде тары бар деп бір уыс тары береді. Тарыны тауыққа береді, тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны дүкеншіге береді, дүкенші сағыз береді. Сағызды қыздарға береді, қыздар бір шелек су береді. Суды ағашқа құяды, ағаш жапырақ береді. Жапырақты сиырға апарады, сиыр ақыры айран береді. Мысық қуанып айранды мақта қызға алып келеді. Ал мақта қыз болса сөзінде тұрып, мысықтың құйрығын қайтарады. Содан бері мақта қыз бен мысық ешқашан ұрсыспай, татулығын сақтап, дос болып өмір сүріпті.